Бір күні Қожанасыр бір баймен жанжалдасып, ханның алдына жүгінуге бармақшы болады. Бай сыйлық беріп, хан байдың сөзін сөйлейтінін сезген қожа, ханның алдына қойнына бір үлкен тасты салып барады. Хан екі жағының да арызын тыңдап болып, енді үкім айтуға кіріскенде, қожа жөткірініп қояды. Хан бұрылып, қожаның бетіне жалт қарайды. Сонда қожа ханға жұдырығымен қойнын көрсетеді. Ханның көзі Қожанасырдың қойнына түседі. Өйткені Қожанасырдың жан қалтасы біраз қомақты болып, томпайып тұр екен. Хан Қожанасырдың қойнына көп алтын бар екен деп дәмеленеді. Менің сөзімді сөйлесең, осы алтынды саған берем деп тұр екен деп